Қысқасын айтқанда, досымның компьютерін жүндедім. Бұл әдеттегідей күн болмады. Мен туалетте жұмыс жасап отқан кезде, шынымен де жұмыс жасап отырмын. Қараңдар. Сол жұмыс жасап отқан кезде маған Бекзат деген досым соғады. Мен оған бос емеспін дедім. Шынымен де қараңдар. Ол маған срочно деді. Мен окей деп айттым. Сосын ары қарай жұмысымды жалғастыра бердім. 10 минуттан кейін ол маған тағы да соғады. Неге соқтың десем, қашан келесің дейді. Мен еще келу керекпін бе? Жұмысымды тастап Бекзатқа келдім. Ол менің сумен күтіп алды. Суын іштім. Қолына беріп, давай дедім. Ол маған тоқта деді. Чё не болды? Көп көмегім осы емес пе? Ол маған компьютерімді жүндеп берші деді. Ол дұрыс адамға хабарласты. Себебі мен компьютер жүндеуден атақты шеберім. Неше түрлі ағайындарыма көмектестім. Мамаға WhatsApp аштым. Сонда мына досым маған компьютерді тегін жүндеп берші дей ме? Намысыма тиді. Сондықтан да тамақ берсең ғана жүндеп беремін дедім. Ол мені залға кіргізді. Компьютерін көрсетті. Кнопкасын басқанда қосылмайды дейді. Мен бастым. Қосылды. Бекзат маған таңғалып қарады. Әрине, себебі мен мықты программистпін ғой. Ары қарай компьютер біртүрлі дыбыстарды шығарды. Жоқ, ондай емес. Ары қарай компьютер біртүрлі дыбыстарды шығарып бастады. Қой мынау Windows'ын құтырдау деймін. Мен оған срочно маска тақ дедім. Себебі бұндай жағдай менің өмірімде бірінші рет болып жатыр. Хорошо, что менің қасымда балға болды. Компьютерді жүндеп бастадым. 10 минут жүндедім, 20 минут жүндедім, 30, 40. Қатты шаршадым. Бекзат мені ұйқыдан оятты. Сонымен қашан бастайсың деген. Базар жоқ. Бекзатты мен бөлмеден шығардым. YouTube'дан қалай компьютер жүндеу керек деп жазып іздедім. Мына жерде адам түсінбейтін тілде сөйлей ме бір бәле. Озу, видеоға чипсет дей ме бірдеңе дейді әйтеуір. Мен балғамен компьютер үстіне бірнеше рет қақтым. Бекзат бөлмеге кіріп менің бетіне бір соқты. Ауырасың ба деген. Компьютер сол кезде қосылып кетті. Причем қатпаған. Ол маған қарады. Мен оған қарадым. Менен кешірім сұрап тамақ бере бастады. Мен сыйлығын қабылдамадым. Қуама мен бетінен ұрып. Сондықтан да мен одан тамақ емес ақша сұрадым. Ол отказ берді. Мен ашуланып тамағын жедім. Компьютер тағы да сөніп қалды. Не болып қалды деп сұрады Бекзат. Аукстан ғой дедім мен. Содан кейін компьютердің ішкі жүрегін тыңдадым. Бекзат мені шаңнан тазаламайды. Корзинаны тазаламайды. Мощный ойында жаза береді. Өлем қасқа бір күні. Мен ол компьютердің ішкі жан дүниесін түсіндім. Қорықпа компьютер, Бекзат сені сыйлайтын болады. Компьютер тағы да қосылды. Мен Бекзатқа не болғанын түсіндірдім. Ол бәрін түсінді. Сол кезде маған біреу телефоныма соғады. Алло, Нұрболат, компьютерімді жүндеп бере аласың ба? Мен телефонымды авиарежимге қойдым. Бекамен қоштастым. Қой құрсын, өзінің жұмысымен айналысайыншы одан да. Қысқасын айтқанда, досымның компьютерін жүндедім.